Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен қызанаққа тұру әдісімен бөліскім келді. Оңай әрі тез. Помидорларды жақсылап жуып, дөңгелектеп кесіп аламыз. Тақтайшаға пищевая пленканы орап, мен оны алдын ала жасап қойдым. Немесе пергамент қағазын қойсаңыздар да болады, қатқан соң жабыспас үшін. Кесіп алған помидорларды тақтайшаға тізіп, тоңазытқышқа салып қатқанын күтеміз. Қатқан соң алып барлығын бір пакетикке немесе контейнерге салып сақтасаңыз болады. Осылайша бірнеше рет қайталап қатырып аламыз. Қатқан помидорларды кез келген уақытта алып пайдалана бересіз. Пицца, мясо по-французски, басқа да тамақтар жасаған кезде жақсы. Қыста дәмі жаздағыдай емес, әрі қымбат помидорларды алғанша осылай жасап алуға кеңес беремін. Міне осылайша тізілген қызанақтарымызды, яғни помидорларымызды морозильникке салып, жақсылап қатырып аламыз. Қатқаннан кейін міне осындай болып шығады. Міне дауысын естіп тұрсаңыздар, бір-біріне мүлдем жабыспайды, бөлек-бөлек болып жүреді. Қатқаннан кейін барлығын бір пакетикке салып, осылайынан сақтайтын боламын. Егер ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Қыздар, сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Үлкен рахмет, сіздермен болған Әсел. Менің басқа да рецептерімді көруге кеңес беремін.